Қайырлы күн достар, мен бүгін қалай телефонмен ютубтағы налог информацияны толтыруға болатынын көрсетемін. Ол үшін өзіңіздің творческий студияны ашасыздар, монетизация бөліміне өтесіздер. Бүкіл проверкадан өтіп болған соң сізге өзіңіздің налог информацияңызды енгізу қажет болады. Ол үшін мына жерде осылай сізде укажите платежные данные деп қызыл ескертпе жанып тұрады. Соны басасыз. Көріп тұрғаныңыздай необходимо добавить налоговую информацию дейді. Сол жерде добавить дегенді басасыз. Осылай сізге жаңағы Google, YouTube сізді AdSense'ке қарай лақтырады. Осы жерден перейти к платежам дегенді басасыз. Артық ештеңені баспаңыздар. Осы жерде күтесіз. Астында шығады өзі. Міне қызыл ескертпе болып жанып тұр. Қараңыз, сізге налоговый информацияны көрсету қажет деген. Соны басасыз, қызыл жаңағы жанып тұрғанды. Осылай түсе берсеңіз, жаңағы добавить налоговую информацию деген көк кнопка шығады. Соны басасыздар, төмен қарай түсесіздер. Мына жерде міне важная информация, астында заполните форму. Сіз налоговый информацияны көрсетпей, сізге ютубтан жаңағы табыс түспейді. Осылай өзіңіздің жаңағы Google неңізге кіресіз. Аккаунтыңызға, ары қарай қараңыздар, енді міне көрсетіп бастайсыздар. Физлицо дегенді басасыздар. Физический лицо екіншісінде ақш азаматкері болып табылмаймын, нет, жоқ дегенді басасыздар. Ары қарай далее дегенді басасыз. Төмен түсе берсеңіз, енді сізге налоговый форматты отыру қажет болады. Осы жерде W8BEN деген екінші налоговый форманы таңдаймыз. Галочка қоясыздар осылай, сосын заполнить налоговую форму. W8BEN жаңағын басасыз, көк кнопка. Күтуіңіз қажет болады, кішкене загрузка жүреді бұларда. Мына жерде қараңыз, иностранный жоғары шыға бересіз, жаңағы этапна тұр. Бірінші, налоговая информация, имя бенефицированного человека, то есть аты жөніңізді ағылшынша AdSense'ке қалай толтырдыңыз, дәл солай толтырып шығасыз. Мен мысалы Мөлдір Қалбекова, аты жөнімді ағылшын жаңағы ағылшынша кириллица иероглифпен жазып шығамын. Готово дегенді басасыз. Ешқандай коммерческое название терудің қажеті жоқ. Жаңағы страна Қазақстан таңдайсыз. Төмен түсе бересіз. И иностранный номер налогоплательщика. Қараңыз, осы жерге иініңізді төруіңіз қажет болады. Ешқандай қатесіз тексеріп, қайта тексеріп шығып, иініңізді теріп шығыңыз. Егер сұрағыңыз болса, түсінбеген жерлеріңіз болса, қорықпай комментарийға қоя берсеңіздер болады. Енді төмен қарай сіз место жительства, яғни адрес толтыруыңыз қажет болады. Ескере кететін жайт, адресіңіз сіз өзіңіздің Google, AdSense'іңізді подтвердить еткен кезде почта келген адрес болу керек. Яғни сіз жаңағы өзіңіз подтверждение жасаған кезде бірінші жеке куәлігіңізді, одан кейін адресіңізді тіркейсіз ғой. Дәл AdSense'те қандай адрес көрсеттіңіз, сол адресті мына жерде налоговый информацияға тересіз. Тағы бір ескерте кететін жайт, ағылшынша болу керек, яғни кириллицамен толтырасыз. Мысалы, мен Өскемен қаласында тұрамын, Усть-Каменогорск, яғни ағылшынша жазуым қажет. Қалаңыз, тұратын көшеңіз, жаңағы бәрі ағылшынша оқылуы қажет, яғни оқылу ағылшынша болу керек, то есть ағылшынша жазылу қажет. Міне почтовый адрес и адрес постоянного проживания совпадает деген жерге галочка қоясыз да, далее дегенді басасыз. Бұл сізде налоговая информация поэтапно толтырып келе жатыр, байқасаңыз, бірінші аты жөніңіз, потом иініңіз, енді адресіңіз. Ары қарай енді мына жер бұл не жер десеңіз, сіз ақш азаматы болмағандықтан сізде пониженный налоговый немес ставка төлеуге құқығыңыз бар. Яғни сізден сұрап жатырсыз, ақш азаматысыз ба, әлде ақш азаматы сізде пониженный ставкаға жаңағы неме бар ма деп, сіз да, у меня есть право на пониженную налоговую ставку дейсіз. Яғни сіз ақш азаматы болмағандықтан сізде ставка пониженный, яғни біз 0,10 деген пониженный ставкаларды таңдаймыз. Ал ақш азаматы ретінде налог оларда 30% болып табылады, яғни табысының 30% налогқа кетеді бұларда. Ары қарай резидент осылай сізде шығып тұрады, сол жерде каждайына галочка ұрып отыру қажет болады. Және не үшін сізде, бұл бірінші, не үшін сізде скидка, жаңағы пониженный налогы дегенге, сіз Қазақстан азаматымын деген таңдайсыз. Міне резидент следующей страны, то есть неме етпейсіз, ақш азаматы болып табылмайсыз. Қазақстанды белгілейсіз, төмен түсесіз енді. Осы жерде бұл жаңағы қалай
қандай налог төлейсіз, не үшін налог төлейсіз деген жерде міне услуги или другой доход от бизнеса, например, AdSense, то есть біз AdSense-тен доход шешеміз ғой, сондықтан біз AdSense-ті белгілейміз. Яғни налог информация көрсетіп жатсыз, не үшін налог төлейсіз, қандай доход тауып жатсыз. Осы жерде әрқайсында бір ғана болады, статья 6 пункт 1, пониженный 0 деген процентті таңдайсыз. Екіншісінде бенефицированный владелец дегенде астында басасыз. Почему, видите, вот астында шығып тұр, почему Мөлдір Қалбекова подпадает под эти условия, то есть неге пониженно немен нетесіз деген сияқты, қандай ставкамен налог төлейсіз, бенефицированный таңдайсыз, астына түсесіз. Міне, роялти деп тұр, соны басасыз. Осы жерде статья дегенді басасыз. Статья 12 пункт 2 болып табылады, соны басасыз, налоговая ставка деген жерге 10 деген процентті таңдайсыз. Яғни барлық жерде төменгі налогты таңдап отырасыз. Астына тағы түсесіз. Почему Мөлдір Қалбекова опять бенефицированный владелец, опять соны басасыз. Сосын далее деген батырманы басуға жет болады. Галочка қою керек жердің бәріне галочка қойып шығасыз. Міне сізге келесі шығады. Келесі этабыңыз деятельности жаңағы и услуги в США. Сол жерде сіз болашақта ақшта жаңағыдай видео түсіресіз, немесе ақш территориясында, ақшқа байланысты не бола ма деген жерге жоқ деп белгілейсіз. Яғни сіз Америкаға барып контент түсірейін деп жатқан жоқсыз ғой. Сондықтан осы жерде нет деген батырманы басуға жет болады. Нет дегенді бір қасытқаннан соң далее дегенді басасыз. Енді подтверждаю, то есть мына жерге галочка қойыңызға жет болады. Содан соң далее дегенді басамыз. Енді қараңыздар, соглашение об электронном жаңағы неме деп шығады сізге. Документ оборот, то есть сіз налоговый информацияны қандай неде жібересіз? Электронный форматта ма, әлде получение документов по почте. Қараңыздар, сіз жаңағы почта арқылы жібере алмайсыз ғой, біз жібермейміз ғой олай почта арқылы. Сондықтан бірінші электронный форматта я принимаю соглашение астындағы галочканы басуыңыз қажет. Міне ваши налоговые формы, то есть сіз жіберген налоговый нелер астында міне бәрі көрініп тұр. Осы жерде галочка қою қажет жердің бәріне галочка қойып далее дегенді басып отырамыз. Осознавая ответственность, то есть өзіңіз дегенді басасыз. Мына жерде ешқандай жылы ештеңеге тиісудің қажеті жоқ. И соңында байқасаңыздар, міне 7-ші пункт жаңағы подпись дейді, өзіңіз да, я бенефицированный, то есть мен өзім осознавать етіп, өзім толтырып отырмын деген жерді басасыз и отправить налоговую информацию дегенді бассаңыз, міне сіздің осылай анкетаңыз жаңағыдай налоговый немеге кетеді. Жоғары көтерілсеңіз, міне форма, жаңағы толтырған формаңыз одобрение деп шығады. Және имейте в виду, бұл 3 жылда бір рет толтыратын документ, яғни қазір 2025 жыл болса, бұл 2028 жылға дейін жарамды. 2028 жыл 31 декабрь бітеді, 2029 жылы январьда жаңа осындай налоговый информация қайтадан толтыру қажет болады. Яғни налоговый документ қайтадан толтыру қажет болады. Егер ақпарат пайдалы болса, каналға тіркеліңіздер, комментарийға сұрақтарыңыз болса қоя кетіңіздер.